Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Ками Мирастың бір күндік блогы атты видео түсіретін боламыз. Таңертең әдеттегідей баламызды оятып, жуындырып, шайындырып, садигіне шығарып салдық. Осылай садигімізде жап-жақын үйдің жанында. Тез-тез апарып, киімдерін ауыстырып, тастап кеттік. Бүгін садикте утренник болады деген, кері барып, завтрагымды ішіп, сосын сағат 10-да кері садикке шықтым. Садикке барсақ, бүгін жайдарлы жаз деген концерт болып жатыр екен. Біздің балапандардың тобы Екетай деп аталады. 3 жасқа дейінгі, 3 жастан асқан балалардың тобы. Бұл жерде балаларымыз неше түрлі жазғы жаңағы жеміс-жидектер болып киініп алған, тақпақтарын айтып, күшті көңіл күймен жаңағыдай қолөнер шеберлігін көрсетіп, оның үстіне бүгін садикте ашық есік күні екен, ата-аналарға таныстырып жатыр, ішінде тамақтарын, былай балалар күнделікті не істейді, соларын көрсетіп. Өте күшті атмосферада концертімізді күшті өткізіп, садикті аралап, үйге қайттық. Одан кейін әпкем салат жасасуға көмектесші деп шақырған болатын. Оның кішкентай баламды алып кетемін деп көшеге шығып едім, өзім алып кетемін деген соң, соны күтіп тұрдық. Үйіне барып, осылай баклажандарымызды, салаттарымызды дайындадық. Жуып, барлығын турайтындай етіп дайындап бердім. Әпкем өзі аяғы ауыр болғаннан кейін отырып турайтын болды. Мен мұнда заттарын қуырып жатырмын. Келесі видеоларда осы баклажанның рецептісін түсіретін болам. До конца видеоны түсірмедік. Пісіріп болғаннан кейін жауып, банкілерімізді, сонымен әпкем үйінде арбуз жеп, әпкем бізді үйге апарып тастады.